Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біздің бүгінгі шығарылым халықаралық жекпе-жектер аптасында өтетін, яғни маусым айының 29-ында өтетін UFC 303 турниріне арналмақ. UFC 303 турниріндегі басты main event Шама Алекс Поатан Перейра, яғни біздің тілмен айтсақ Алекс Перейра өзінің титулын Ири Прохаскаға қарсы рематчта, яғни реваншта қорғайтын болады. Ал осы турнирдің ко-мейн ивентінде ерлер арасында 66 килограммда өтетін өте қызықты кездесу. Нөмірі 3-ші орында тұрған американдық Брайан Ортега мен нөмірі 14-ші орында тұрған қазіргі кездегі мықты жанып келе жатқан жұлдыздардың бірі Бразилия мен Мексиканың атынан қатар шығатын жауынгер Диего Лопес арасында өтетін кездесу. Достар, бұл шығарылымда біз осы UFC 303 турниріндегі мейн картқа, яғни басты негізгі картқа тоқталатын боламыз. Басты негізгі картта бас аяғы 5 кездесу ұйымдастырылған. Сол кездесулердің ең алғашқысы бұл ерлер арасында 77 кг салмақта, яғни 170 фунт салмақта өтетін кездесу. Нөмірі 7-ші орында тұрған Шавкат Рахмоновтың бұрынғы Kill Cliff залындағы командаласы дәл қазір бразилиялық шуты бокс залында жаттығатын қазіргі кезде хайптағы жауынгерлердің бірі нөмірі 7-ші орындағы ирландиялық Иэн Машадо Герри мен нөмірі 14-ші орында тұрған ММА саласындағы аты аңызға айналған жауынгерлердің бірі британиялық Майкл Веном Пейдж арасында өтетін керемет кездесу достар. Бұл кездесуде достар сарапшылардың пікірі бойынша 50-50 болып 2-ге бөлініп отыр. Ал менің өзімнің ойымды айтатын болсам, бұл кездесуде Иэн Мачадо Герри Майкл Веномға жеңілуі тиіс. Яғни Майкл Веном Пейдж бұл кездесуде менің ойымша нокаутпен, болмаса техникалық нокаутпен осы Иэн Мачадо Герридің хайпын өшіруі тиіс. Одан кейінгі кездесу біздегі әйелдер арасындағы 135 фунт салмақта, яғни 61 кг салмақта өтетін кездесу. Бұрынғы титулға үміткер бразилиялық Майра Буэнос Сильва мен оның қарсыласы американдық Мэйси Часон арасында өтетін кездесу. Майра Буэнос Сильва дәл қазіргі сәтте 61 кг салмақтағы әйелдердің рейтингісінде нөмірі 3-ші орында тұрған болса, ал Мэйси Часон дәл қазіргі сәтте нөмірі 7-ші орында тұрған жауынгер. Менің ойымша, осы кездесудің жеңімпазы келесі жолы міндетті түрде титулға үміткер болуы тиіс. Әрине, американдық Джулиана Пеньядан кейінгі. Одан кейінгі кездесу осы үлкен өзгерістерге ұшыраған кездесулердің бірі. Нөмірі 10-ші орында 93 кг салмақтағы рейтингте тұрған американдық Энтони Смит пен осы кездесуде небәрі бір апта қалғанда қабылдаған грузиялық Роман Долидзе арасында өтетін кездесу. Біз білетіндей, Роман Долидзе негізінде 93 кг салмақта емес, бұл 84 кг салмақта өнер көрсететін жауынгер. Бірақ та осы бір апта қалған кезде осындай атышулы Энтони Смит есімді жауынгерге қарсы шығатын ешкім табылмағандықтан да Роман Долидзе осындай мүмкіндіктен айырылып қалғысы келмейтінін білдіріп, осы кездесуді қабылдап отыр достар. Бұл кездесуде әрине үлкен фаворит ретінде Энтони Смит алға шығып отыр. Және де менің ойымша да Энтони Смит бұл кездесуде төрешілердің шешімімен болмаса техникалық нокаутпен жеңіске жетуі тиіс. Одан кейінгі кездесу достар біздегі ко-мейн ивент. Бұл 66 кг салмақтағы ерлер арасында өтетін кездесу. Американдық ұлты мексикандық Брайан Ортега, яғни нөмір 3-ші орында тұрған жауынгер мен нөмір 14-ші орында тұрған Бразилия мен Мексиканың атынан қатар шығатын жауынгер Диего Лопес арасында өтетін кездесу. Осы UFC Диего Лопеске осындай ко-мейн ивентті беру арқылы бірден топ 5-ке кіруге мүмкіндік беріп отыр. Дәл қазіргі кезде Диего Лопес топ 15-ке кіріп отыр, яғни нөмір 14-ші орында тұрған жауынгер. Одан кейінгі біздегі басты main event достар Шама Алекс Поатан Перейра мен оның қарсыласы чехиялық Ири Прохаска арасында өтетін кездесу. Яғни кейбір жанкүйерлер бұны Иржи Прохаска деп атаса, кейбіреулер Джири Прохаска деп американдық жанкүйерлерді атап жүр. Осы 205 фунт салмақтағы өтетін рематч, яғни титулдық кездесу, қарымта кездесу. Бұл жауынгерлердің соңғы кездесуінде өткен жылы қараша айындағы кездесуде Нью-Йорк қаласында Madison Square Garden аренасында өткен кездесуде Алекс Перейра осы Ири Прохасканы техникалық нокаутпен жеңген болатын достар. Сол кезде көптеген жанкүйерлер бұл кездесуді уақытынан бұрын ерте тоқтатылды, төреші ерте тоқтатты деген үлкен
наразылық білдірген болатын. Және де осы жолы достар UFC 303 турнирінде бұл екі жауынгердің арасындағы кездесудің нақты шешімін көретін боламыз. Және де достар, осы ко-мейн ивент пен мейн ивенттегі фавориттерге тоқталатын болсақ, ко-мейн ивентті әрине сарапшылардың көбісі осы Диего Лопесті фаворит ретінде көріп отыр. Ал менің бойынша да бұл кездесу өте тартысты өту керек. Және де Диего Лопес пен Брайан Ортеганың джуджитсуларын өте керемет екендігін біле отыра, менің ойымша бұл кездесу Диего Лопестің техникалық нокаутымен аяқталуы тиіс. Және де Диего Лопестің менің ойымша хайпы одан ары жалғаса бермек. Ал мейн ивентке тоқталатын болсақ, әрине мен бұл кездесуде Алекс Поатан Перейраның жеңісіне сенім артып отырмын. Және тағы да бір рет Алекс Поатан Перейра осы Ири Прохасканың үлкен қысымына төтеп бере отырып, осы чемпиондық раундтарда 4-5 раундтарда техникалық нокаут болмаса нокаутпен жеңіске жетуі тиіс. Достар, жалпы осы мейн картқа байланысты өздеріңіздің ойларыңызды міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Және де бастысы каналға жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі біздің шығарылым осында керемет табиғат аясында өткенін атап өтейін достар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Байланыста болайық.